Ал алапат өрт әлі басылған жоқ, мамандар күн түн демей қызыл жалынмен арпалысып жатыр. Бүгін жел күшейіп, өрт сөндірушілерге қиындық тудырып жатыр. Тілсіз жау Каштак орманы шаруашылығына Таврия ауылына қарай бара жатыр деген ақпарат бар. Халықта, құтқарушылар да жаңбыр жауса екен деп тілеп отыр. Ұлттық арнаның тілшілері де 2 күннен бері оқиға орнында жүр. Қазір Оңғар Алпысбайұлынан жағдайды сұрап білейік. Оңғар, кешеден бері байланыспен проблема туындап, материал жіберу қиындап тұрғанын білеміз. Қазір қайдасыз, ахуал қалай? Оңғар? Альбина, бұл жақта байланыс өте нашар, кез келген секундта үзіліп кетуі мүмкін. Бүгін аймақта қатты жел көтеріліп, өрттің таралуына әкеп соғып жатыр. Оның үстіне құтқарушылардың айтуынша жел сағат сайын бағытын өзгертіп жатыр. Яғни өрттің қай бағытта өзгеретінді алдын ала болжау мүмкін болмай жатыр. Біз дәл қазір Барышевка деген ауылдан алыс емес жердегі ормандамыз. Бұл жердегі жанып жатқан ошақ алқап үлкен болмағанымен ары қарай орман терең, және де бұл жерден алыс емес Барышевка және Жирновка деген ауыл бар екен. Оларға оттың жетпеу үшін құтқарушылар бар күштерін салып жұмыс істеп жатыр. Бұл жердегі құтқарушыларға суды ауылдан өзге көліктерімен алып келіп, өрт сөндіру көліктеріне құяды, және де осы жерде өрт сөндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бүгін таңертеңде Алматы және Жетісу облыстарынан қосымша күш жұмылдырылды. Дәл қазір өрт сөндіру жұмыстарында Абай облысындағы 1,5 мыңға жуық адам, 300-ге жуық техника және 11 тікұшақ жұмыс істеп жатыр. Жалпы қазір бүгінгі жағдай бойынша кемі 7 ошақта өрт сөндіру жұмыстары жүргізіліп жатқан көрініп, өрттің ең қауіптісі бұл жер мен шөптің жануы емес, ағаштардың басына дейін жанып, және жоғары бөлігінен таралуы ең қауіптісі саналады екен. Олай таралған жағдайда төменнен сөндіру да оңай емес, және тікұшақпен сөндірген кезде егер де толық өшпейтін болса, өрт ары қарай да тарала беретінін айтып отыр. Сондықтан да ондай жерлердегі өртті сөндіру аса қиын болып жатқан көрінеді. Көбінде түтін болып кетсе асқа қарай отырып, су шашып кішкене. Демал болады. Немесе ауысып аламыз замена ала. Сөйтіп өшіріп жатырмыз ақырындап. Дәл қазір біз шамамен осы жерде 1 сағатқа жуық болдық. Артымыздан ыстық леп ұрып тұр. Бұл құтқарушылардың жұмысы оңай емес екенін көрсетеді, және де орманның ішкі жағына кіріп көрген едік. Көзді ашытатын ащы түтін. Сондықтан бұл құтқарушылардың жұмысы ерен екенін де айтып өткен абзал. Рахмет, оқиға орнынан Оңғар Алпысбайұлы байланысқа шықты. Ал Семей қаласына қарасты ауылдың тұрғындары эвакуацияланып жатыр. Мұны өңірдегі тілшіміз Ержан Жақып тікелей эфирге қосылып жағдайды жаңалықтарда баяндаған еді.